Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осындай жұмыртқасыз, сүтсіз, үйдегі бар заттармен жасалатын брауни пирогын рецептін бөліскім келеді. Мен де бұны YouTube каналдан көрген едім. Бір кісінің парақшасынан мен де жасап көрейінші деп, қалай болады екен, шынымен әдемі шыға ма екен деп жасап көрген едім. Өте керемет шықты. Дәмі де өте керемет. Ол үшін бізге 200 грамм ұн, какао, шекер және разрыхлителді барлығын, осы құрғақ қоспалардың барлығын араластырып аламыз. Жақсылап араласып болған соң сұйық майымызды қосамыз. Және 200 грамм суымызды қосамыз. Бір бокал суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы араласып болған соң осындай табаға домалақ формаға саламыз. Сіздерде бұндай форма болмаса, дәл осы рецепті 2 есе көбейтіп, үлкен домалақ табаға жасасаңыздар болады. Осылай 180 градуста кәдімгі нан пісіретін печкада 15-20 минутта пісіріп аламыз. Ол піскенше мен бетіне жағатын ганашты дайындайын дедім. Менде осындай килограммдық какао шоколадын қостым. Және оның үстіне ыстық сүтті қостым. Ішіндегі шоколад еріп кетеді. Осылай ганаш дайындап алдым. Осындай пісіп шыққан пирогтың бетіне құйып шығамыз. Және бетіне сәндеу үшін осындай ақ посыпканы қолдандым. Ең бірінші өзім қалай шықты екен деп қызық болды маған. Дәмі қандай шығады екен? Жұмыртқасыз, сүтсіз деп кәдімгідей таң қалдым. Сөйтсем өте керемет шықты. Бетінен қалған ганашты осылай құйып алдым. Дәмдірек болсын деп. Сіздер Қазақстан шоколадын пайдалансаңыздар да болады. Дәмі супер болған. Мен бұлай шығады деп ойламадым. Жұмыртқасыз, сүтсіз бұндай пирог шығады деп ойламадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің осы видеом ұнаса, WhatsApp-тағы чаттарға таратсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын.